Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағы басталуға әзір болды. Сендер қолдарыңды жақсылап жуып, үйдің ауасын алмастырып, үйлеріңнен шықпай отыруларыңды ескертемін. Бүгін біз мыңға дейінгі сандарды амалдарын пайдаланып есеп шығарамыз. Сабағымыздың мақсаты есепті сызбалау, жоспар жасап жазып, есеп шығарып пысықтайтын боламыз. Балалар, экранға назар аударайық. Экрандағы есептерді ойша шығарайық. Алты жүз алпысты 40-пен арттырыңдар. Мұғалімдікімен сәйкестіріп көрейік. Екінші есеп болды 3 дана 100 сомы болды. Болды да барлығы қанша сомы бар? Дұрыс жауапқа сәйкестіріп көрейік. Үшінші есеп 900-ді 400-ге азайтсақ нешеу шығады? Әрине 500. Төртінші есеп шемге дүкеннен 300 сомның дәптерінен 2 алды. Шемге сатушыға неше сом береді? Мұғалімнің жауабына сәйкестіріп көріңдер. Есеп шығарғанда жоғарғыдағы қадамдар арқылы есептеп шығарамыз. Біріншідері есепті оқып түсіну. Екіншіде есепті сызба бойынша құрастыру. Есепті сызба бойынша құрастыру тәсілдері: нақты суретпен сызбалау, жазыңқы суретпен сызбалау, кесінді сызып сызбалау, қысқаша жазба істеп сызбалау. Бүгін кесінді сызып сызбалау тәсілі арқылы сөзді есептер шығаратын боламыз. Үшіншіде шығарып сұрақ қою. Төртіншіде шығарып жоспарлау. Ең алдымен нені табамыз, одан кейін нені табамыз дегенді жоспарлаймыз. Бесіншіде есепті шығарамыз. Алтыншыда шығарған есепті тексереміз. Осы қадамдар арқылы төмендегі есепті шығарайық. Ең алдымен түсініп оқиық. Мұғалім дауыстап оқысын, сендер де мұғаліммен бірге дауыстап түсініп оқыңдар. Көкөніс қоймасына бірінші машинамен 265 кг шаңбыр, екінші машинамен алғашқысынан 7 кг-мен көп шаңбыр артып түсірді. Екінші машинамен неше килограмм шаңбыр түсірген? Қайта бір рет іштей оқиық. Сөзді есептегі алғашқы үтірді бақылайық. Алғашқы сөйлем ішінде үтір бар. Үтірге дейінгі сөйлем бір мағынаны білдіріп тұрғандықтан үтірге дейін оқып түсінуіміз керек. Көкөніс қоймасына бірінші машинамен 265 кг шаңбырды қайткен? Бір машина шаңбыр тартып қоймаға түсірген. Екінші машина алғашқы машинадан 7 кг-мен көп шаңбыр түсірген. Сонда бірінші, екінші машинаның қайсысы көп шаңбыр түсіргенін түсіндік пе, балалар? Осы сөйлемді оқып небі табуымызға болады? Екінші машинамен неше килограмм шаңбыр түсірген? Тек қана екінші машина неше килограмм шаңбыр түсіргенін табайық. Қойма дегеніміз не, балалар? Қойма дегеніміз көкөністер ескіріп кетпеу үшін көп уақыт сақтау мақсатымен жасалған арнайы орын.
сөз есепті оқып түсінгендіктен, екінші қадам немесе есепті сызбалап шығаруға көшейік. Осылайша есепті сызбалап шығарайық. Бірінші машина 265 кг шаңбыр артқан. Осындай кесіндімен белгілеп көрсетейік. Содан кейін 265 кг деген санды жазамыз. Екінші машинамен 7 кг мен көп шаңбыр артқандықтан, екінші машинамен деген сөзді жазайық. Біріншіден көп болғандықтан сызбамызды ұзынырақ сызайық. Осылай артық сызбаға 7 деген санды жазамыз. Біздің табуға тиістіміз 7 килограммен көп болғандықтан, екінші машинаның неше килограмм шаңбыр артқанын табу үшін сұрау белгісін қояды екенбіз. Рет-ретімен сұрақ қояйық. Сызбадағы сұрау белгісі дегеніміз біздің есептеп табуға тиісті нәрсеміз. Бұл не еді? Екінші машинамен неше килограмм шаңбыр түсірген? Барлығымыз екінші машинамен неше килограмм шаңбыр түсірген табу үшін қосу немесе азайту, көбейту бөлу амалдарының қай бірімен есептеп жоспарлаймыз. Көптегендіктен қосу амалын пайдаланамыз. Енді 5-ші қадамғыдай есепті шығарайық. 265 пен 7-ні арттырамыз. Бағана түрімен шығаруды есімізге түсірейік. Онда бірлікке бірлікті, 5 бірлікке 7 бірлікті қоссақ 12. Болғандықтан 2 бірлігін жазып, 1 ондықты ондық орнына көшіреміз. 6 ондыққа 1 ондықты қосып, 7 ондық. 2 жүздікке қосатын жүздік болмағандықтан 2 жүздік қалпынша жазылады. 260 пен 7-ні арттырғанда 272 шығады екен. Бұл 272 саны нені білдіреді? Екінші машинаның артып келген шаңбырының салмағы. Артына жақшаның ішіне екінші деп қоямыз. Өйткені бұл екінші машинаның артып келген шаңбырының салмағы. Олай болса, тақтаға зер салайық. Экрандағы шығарған есепті екінші есепке салыстырып көрейік. Екінші есепті шығарайық. Қадам бойынша екінші есепті түсініп оқиық. Көкөніс қоймасына бірінші машинамен 265 кг шаңбыр, екінші машинамен алғашқыдан 7 кг-мен көп шаңбыр артып түсірген. Екі машинамен барлығы қанша килограмм шаңбыр артып түсірген? Қайталап бір оқиық. Көкөніс қоймасына бірінші машинамен 265 кг шаңбыр, екінші машинамен алғашқыдан 7 кг-мен көп шаңбыр артып түсірген. Екі машинамен барлығы қанша килограмм шаңбыр артып түсірген? Бұл бүліктері бірінші есептің бүлігімен бірдей. Бірақ та екінші сөйлемді жақсылап оқиық. Екі машинамен барлығы қанша килограмм шаңбыр артып түсірген? Бірінші есепте біз нені таптық? Екінші машинамен неше килограмм шаңбыр түсіргенін таптық. Енді екінші есепте нені табуымыз керек? Екі машина бірігіп қанша килограмм шаңбыр артып түсіргенін табады екенбіз. Сөз есепті түсініп оқып алғандықтан сызбасын, үлгісін жасайық. Сызба жасау үшін кесіндімен көрсетейік. Бірінші машина. Екінші машина.
Бірінші машина неше килограмм чаңбыр артқан? 265 килограмм. Екінші машина бірінші машинадан 7 килограммен көп чаңбыр артқандықтан ұзындау кесінде сызамыз. Осылайша артық бөлігіне 7 килограмм деп белгілейміз. Онда біз нені табуымыз қажет? Барлығы неше килограмм чаңбыр артып түсіргенін табамыз. Сондықтан барлығы дегенді біз бірінші сыныптан бастап осылай белгілеп келгенбіз. Олай болса, барлығы неше килограмм чаңбыр артып келген. Төмендегі сызбаға зер салайық. Осы есепті бірінші есептеп, қандай айырмашылықта екенін жақсылап қарайық. Бірінші есепте екінші машинаның артып түсірген чаңбырын мөлшерін таптық. Қазір мұна екі машинаның бірігіп, барлығы қанша килограмм чаңбыр артып әкелгенін табатын боламыз. Ол үшін нені табатынымызды жоспарлайық. Бірінші машинаның артып түсірген чаңбарының мөлшері бізге белгілі болғандықтан, екінші машинаның артып түсірген чаңбарының мөлшерін табамыз. Келесіде екі машинаның барлығы қанша килограмм чаңбар артып түсіргенін табамыз. Есепті шығарайық. Бірінші машинаның артып түсірген 265 килограмм чаңбырына екінші машинаның артып түсірген 7 килограмм чаңбырын арттырамыз. Бағана түрінде қосайық. 5 бірлікке 7 бірлікті қосып, 12 болғандықтан 2 бірлікті жазып, 1 ондықты ондық орнына көшіреміз. 6 ондыққа 1 ондықты қосамыз. 7 ондық 200-дікке қосатын жүздік жоқ болғандықтан 200-дік қалпынша жазылады. 272 килограмм. Екінші машинаның артып түсірген чаңбыры. Екінші машинаның артып түсірген чаңбырын тапқандықтан, енді екі машина бірігіп барлығы қанша килограмм чаңбыр артып түсіргенін табайық. Бірінші машинаның артып түсірген чаңбырына екінші машинаның артып түсіргенін қосамыз. 265-ке 272-ні қосамыз. Бірлік орнынан бастап қосамыз. 5 бірлікке 2 бірлікті қосып, 7 бірлік. 6 ондыққа 7 ондықты қоссақ, 13 ондық немесе 3 ондықты жазып, 1 ондықты жүздік орнына көшіріп, ойға бір аламыз. 200-дікке 200-дікті қосып, ойдағы 100-дікті тағы қосып, барлығы 500-дік болды. 537 килограмм чаңбыр артып түсіріпті. 537 килограмм екі машинаның бірігіп түсірген чаңбырының мөлшері. Екінші машинаның артып түсіргені, екі машинаның бірігіп артып түсіруі, бұл жерде айырмашылық бар ма дегенді жақсылап қарайық. Шығарған есептерді тексерейік. Дұрыс қостық па дегенді азайту амалымен есептейік. Екі машина барлығы 537 килограмм чаңбыр артып түсірген. Бұдан тек бірінші машинаның артып әкелген чаңбырдың мөлшеріне азайтайық. Бағана түрімен азайту тәсілімен еске түсірейік. 7 бірлік пен 5 бірлікті азайтсақ, 2 бірлік. 3 ондықтан 6 ондық алуға болмайтындықтан, жүздік орнынан 100-дікті қарыздап аламыз.
Олай болса, 13 ондықтан 6 ондықты азайтсақ, 7 ондық. 500-дік бар болатын, біреуін қарыздадық, 400-дік қалды дегенді ойымызға алайық. Бұдан 200-дікті азайтсақ, 200-дік қалды. Азайтқанда шыққан 272 килограмм шаңбыр, екінші машинаның артып түсірген шаңбырының мөлшері. Екінші машинаның артқан шаңбыры 272 килограмм. Мұнда тағы 272 килограмм болғандықтан, біздің қосып азайтқанымыз дұрыс деген сөз. Екінші машинаның артқан шаңбырын дұрыс есептеп шығардық. Осыдан бірінші машинаның артып түсірген шаңбырын тауып үшін 7-ні азайтамыз. Дұрыс па дегенді тексерейік. Бағана түрімен шығарайық. 2 бірлік, 7 бірлік алынбайтындықтан ондық орыннан 1 ондықты қарыздап алып, бірлік орны 12 болды. 12 мен 7-ні азайтсақ, нешеу? 5 бірлік. Ондық орыннан 1 ондықты қарыздап алғандықтан, 7 ондық пен 1 ондықты алып алғандықтан, 6 ондық қалды. 6 ондықтан алатын ондық саны жоқ болғандықтан 6 қалпынша жазылады. 200-дікке азайтатын 100-дік жоқ болғандықтан 200-дік сол қалпынша жазылады екен. Осылайша 272 мен 7-ні азайтсақ 265 килограмм. 265 килограмм дегеніміз бірінші машинаның артып түсірген шаңбырдың мөлшеріне сәйкес келіп тұр ма? Иә, сәйкесіп тұрғандықтан біз бұл есептерді қосып азайтқанда дұрыс есептеген екенбіз. Енді жаңағы сөзді есепті 6 қадам бойынша дұрыс шығарғанымызды дәлелдейік. Бірінші есепті шығарғанда оқып түсіндік. Екінші қадамда есепті сызбалап көрсеттік пе? Әрине, кесіндімен сызбалап көрсеттік. Есептеу сұрақтар қойдық па балалар? Сұрақтар арқылы әңгімелескенбіз. Есепті жоспарлап шығардық па? Біріншіде екінші машинаның артып түсірген шаңбырдың мөлшерін таптық. Екіншіде екі машинаның барлығы қанша килограмм шаңбыр артып түсіргенін таптық. Есепті дұрыс шығардық, солай емес па балалар? Шығарғаннан кейін қосу азайту амалымен тексердік. Ендеше экранға зер салайық. Сызба бойынша есеп құрастырып шығарайық. Балалар, сендер есеп құрастырып шығарғандарыңа сенемін. Ал мұнау баттан құрастырған есеп екен. Барлығымыз зер салып оқып көрейік.
Оқымай тұрып бізге берілген сызбаға зер салайық. Бұл сызбада кітап және кітап деген сөздер бар. Сондықтан біз кітап деген сөзді кірістіріп есеп құрастыруымыз керек. Қанекей оқып көрейік. Кітап сөресінің жоғарғы жағында 427 кітап, төменгі жағында одан 39 бен көп кітап қойылыпты. Төменгі сөреде қанша кітап қойылған деген сөзді есеп құрастырыпты. Бұл есеп осы сызбаға дәл сәйкесіпті. Олай болса, қалай табамыз? Төменгі сөреге қойылған кітаптың санын табайық. Жоғарғы сөреге қойылған кітаптың саны 427. Төменгі сөреге қойылған кітаптың саны 39 бен көп дегендіктен 39-ды қосамыз. Бағана түрінде шығарайық. 7 бірлікке 9 бірлікті қоссақ, 16 немесе 6 бірлігін жазып, бір ондықты ондық орынға көшіреміз. Енді 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, барлығы 6 ондық. 400-ке қосатын сан жоқ болғандықтан 400 қалпынша жазылады. 466 кітап. Бұл біздің табуға тиісті төменгі сөредегі кітаптың саны. Балалар үйде төмендегі сызба бойынша есеп құрастырып шығарыңдар. Назар аударғандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар.